саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күнінде Темірбек Қараұлы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы жазықсыз жапа шегіп, еліміздің егемендігі жолында жанын құрбан еткен азаматтардың рухына тағзым ету мақсатында іс-шара ұйымдастырып отырмыз. Құрбандарды еске алу 1 минуттық үнсіздік жариялансын. Алаш арыстары мен ұлт көшбасшыларымен қоса құрбан болған, халқының мүддесін жанынан артық қойып, еліне адал қызмет еткен Темір наркомы Темірбек Жүргенов ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан бастайық. Енді мынау сіздердің келіп тұрған үлкен ғимараттарыңыздың өзі міне Қазақстан үкіметінің үйі деп алғашқы кезде басталған. Міне содан бергі жылдардан бері мінекей осы ғимаратта біраз азаматтар, біраз азаматшылар еңбек етті. Сол еңбекпен бірге әрине қазақтың басына түскен көптеген нәубеттерінің барлығындағы қаншама мемлекет қайраткерлері дедік, мемлекеттің басшылары дедік, солардың бәрі кімдер болмады. Міне солардың өздері қазақ халқының үлкен өзінің рухани биіктігін, өзінің мәдениетін, әдебиетін, оны жоғарылатудағы көп азаматтардың еңбектері осы ғимаратпен тікелей байланысты. Мысалы алатын болсақ, мінекей біздің академияның Темірбек Қараұлы Жүргенов атында аталуының өзі осы жерде үлкен азаматтардың, өнердің майталмандарының барлығы, өнердің алғашқы бастауларында тұрған азаматтардың барлығы Темірбек Қараұлы Жүргеновпен бірге қызмет атқарған азаматтар болатын. Міне олар енді анау Ахмет Жұбановтан бастап алыңыз, Құрманбек Жандарбековті алыңыз, өздерінің кітаптарында осы Ахмет Темірбек Қараұлы Жүргенов туралы қандай естеліктер қалдырғаны, Брусиловскийдің кітаптарында естеліктерінде өте көп. Сондағы бұл кісінің негізгі арманы, негізгі өзінің қызметінің бәрі наркомның нарком болып тұрған кездегі қызметінің барлығы тікелей өнер, мәдениет, әдебиет, білім. Міне осы тұрғыдағы, егерде Абайдың тілімен айтатын болсақ, қазақтың үлкен несі білімінде, қазағым білімді болса екен деген әңгіменің барлығын міне Темірбек Жүргенов оның барлығын іске асыра білді. Әрине анық, мінекей Абай айтқан деп айтпаса да, бірақ негізінде оның көкірегіндегі ойы өзінің үлкен адал жүрегіменен. Сонау Ташкентте нарком болып жүріп, ол жерде педагогикалық институт ашу, одан кейін Алматыға көшіріп алып келу, сол педагогика институттан Казгудың университеті ашылуы, міне осының бәрі бірге. Ал енді 32-ші жылғы бірінші алғашқы осы жердегі ағартушылық жұмыстардың ішіндегі мәдениет, өнер саласын дамыту үшін алғашқы театр және көркемсурет училищесін ашты. Сол училищеден барып дамып келіп, техникум болды, одан кейін бірнеше тармаққа бөлінді. Соның заңды, былайша айтқан кезде жалғастырушысы осы театр және көркемсурет институты болды, одан кейін міне бүгінгі академия. Ал енді осы ғимараттың өзіндегі үлкен алатұғын орны болатын болса, бұл жерде кімдер жұмыс істемеді? Мерзаянда, Голощекинде, ана Соколовтан бастап осы жердің мінекей осында қызмет атқарды. Брежневте міне осы жерде, ең соңғы Қонаевтың өзі міне осы жерде болды. Тек қана орталықтан келген Колбин ғана басқа неде отырды, ғимаратта отырды. Ол жерде де мінекей ол ең соңғы Колбин келсе де қалай болды? Ең соңғы желтоқсан оқиғасымен аяқталды. Талай нәубетті көрген, талай ашаршылықты көрген, талай қиыншылықтың бәрін көрген, мінекей қызыл саясатты дейміз, отаршылық дейміз, міне соны көрген. Ұлтты жеңеміз, бұның бәрін бұны құртамыз дегенмен де қанша себебі қазақтың, текті қазақтың ұлттық өнерімен биіктігі, қанның тазалығы, одан кейін барып өзінің ар-ұят намысындағы үлкен беделі менен еңбекқорлығы оны еш уақытта ешкім қорлай алған жоқ. Ары қарай дамып,
өсіп өне бастады. Себебі ең нәубет көргеннің тағы да қызылдарын жасағаны Семей полигоны. Қаншама халықты қырды, ашаршылық жасады, малын тартып алды. Отаршылықтың барлығы міне осыменен көптеген әңгімелер болды. Оның бәрін тарихтың өзі әлі ашылады, оның бәрі келеді. Бірақ дегенмен де оның барлығының әңгімесінде келген кездегі алғашқы бастап берген Сталин заманынан келе жатқан нәубет. Болмаса Ленин оның барлығын алып тастаймыз, оны жоқ қыламыз деген әңгіме болмап еді. Оның несі Әлихан Бөкейханов, Ермековтер барып, қазақтың жерінің анау Қорған, Новосибирск, міне осының барлығын алып, Өзбекстанның жарысы, міне осының бәрі кімдер болатын? Қазақтың жерінің шекарасын шегендеп берген болады. Оның бәрі тарихта әлі жазылады, оның бәрі келеді. Ал енді Темірбек ағамыздың атылып кетсе де, халықтың өзінің көрген азаматтар өнерде бірге сонау Мәскеудегі декаданы бірге өткізген азаматтардың өздерінің естелігінің бәріндегі ол не үшін? Темірбек Жүргенов қазақтың ұлттық өнерін, оның биік өнерін, таза өнерін, соның сондай сымбаттылық, сұлу өнерін көрсету үшін сол азаматтарды Мәскеуге апарып алғашқы декаданы ұйымдастырғанда осы Темірбек Қараұлы Жүргенов. Оның жанындағы өзінің жұбайы Дәмеш апай болатын. Дәмеш апайды осы не болған кезде біз осында көшіп, жаңа ғимарат көшкеннен кейін, осы ғимарат бізге бергеннен кейін, конференция залда оқу театрын айландырып жүрсе жерде Дәмеш апайды осында шақырып, көздің тірі кезіндегі, сол кездегі Алжирда не болған, Алжирда қанша жыл отырғаны, сол кездегі өзінің мамандығы дәрігер екен, қанша адамдар емдегені, міне соның барлығын сөзбен естіп, тек қана жай әшейін есту ол оңайға түскен жоқ. Тебіреніп, сонда естіген кезде ұстазымыз Асқар Тоқпанов, Кәукен Кенжетаев ақсақалдар осы жерде Дәмеш апайменен бірге жүріп, бірге әңгімелесіп, соның барлығын мінекей ой бөлісіп қалғаны біздің мәңгі құлағымызда. Сол себептен де қазақтың осындай талай нәубетке ұшырағанын және президенттің бүгінгі үндеуі болсын, қайсы болсын барлығы сол өзіміздің тарихымызды ұмытпау, тарихымызға деген өзіміздің көзқарасымыз түзу болу және шындыққа жету, соның барлығы жеке бір адамның ғана басындағы бір адамның ғана қолынан келетұғын солақай саясатшылық емес, ол демократия дегеннен ақылға барлығының негізгі ой бөлісіп, ойлап пішудің әңгімесіне келген кезде өмірді қалай дұрыстаймыз деген кездегі міне соның бірі қазіргі қазақтың білім мен ғылымының дамуындағы үлкен сара жолдарын қолға алып отыруы. Я Садыкова Айгуль Егенбаевна, доцент кафедры истории Казахстана и социальной науки Академии искусств имени Жургенова. И сегодня день памяти Темирбека Жургенова, но я хочу подчеркнуть, что мы не только в этот день вспоминаем Темирбека Жургенова, поскольку уже 30 с лишним лет, с 1989 года Академия носит имя Темирбека Жургенова. Естественно, что мы организовали центр, научный центр, где собираем всю информацию о Темирбеке Жургенове. Мы на кафедре истории Казахстана и социальной науки собрали очень много материалов о нем, фото. Кстати, ввели в научный оборот 3 фотографии его, архивные материалы, воспоминания современников собрали о Темирбеке Жургенове. У нас не только научный интерес, у нас и воспитательный интерес. Все студенты Академии должны знать о том, кто такой Жургенов, каков его вклад в развитие образования, поскольку он был народным комиссаром просвещения и возглавлял комитет по делам искусств и в развитии искусства. И поэтому, чтобы изучить этот вклад, мы не просто собрали этот материал, мы его скомпоновали вот в такую композицию. Здесь представлены только архивные материалы. В витринах представлены книги о нем, фильмы о нем, документальные, которые были сняты с использованием этого архивного материала. И вот эта выставка, она тоже используется для воспитательной работы со студентами. Мы на кураторских часах
на жургеновских чтениях постоянно говорим студентам о том, что Темирбек Жургенов больше 10 лет прожил в Ташкенте, он там учился, он там начал свою деятельность, причем еще будучи студентом 4-го курса, он стал первым ректором первого казахского вуза, который назывался Казпедвуз и открылся в Ташкенте. К сожалению, тогда в Алмате не было ученых или преподавателей, чтобы открыть, и поэтому приняли решение открыть его в Ташкенте. И вот в Ташкенте он был ректором Казпедвуза. Для нас это значимая фигура, для истории образования Казахстана это очень значимая фигура. Поэтому о Жургенове, который внес огромный вклад в развитие образования, культуры, искусства и расстрелян был именно за то, что он смог этот вклад внести, потому что его идеи не устроили сталинский режим, и поэтому 25 февраля 1938 года он был расстрелян. Хотелось бы сказать немного о тех людях, которые жили и работали рядом с ним. Да, и вот енді қазақшасын айтайын ба? Біріншіден Темирбек Жургеновтың жұбайы Ермекова, Жургенова, Дамеш. Она... Ой... Ну ладно, айтатынды айтайын. Она была по образованию врач. В Ташкенте ее дядя Ермеков Алимхан, член Алаш-Орды, член партии Алаш, он ее привез, чтобы помочь поступить на учебу, и она поступила в тот же университет, на медицинский факультет. Училась на медицинском факультете, он познакомил ее с Темирбеком, и через год они женились. У них родился сын, и они жили в Ташкенте. Через некоторое время, когда в 1933 году партия перевела Темирбека Караевича Жургенова народным комиссаром просвещения Казахстана, они переехали в Алмату. И почти 4 года он руководил просвещением и культурой, искусством Казахстана, и за эти годы он внес огромный вклад. Это и слет народного искусства 1934 года, это и участие в декаде в Москве в 1936 году, не говоря уже о специальных постановлениях по развитию среднего образования, высшего образования. Именно при Темирбеке Караевиче в Алмате, только в Алмате открылось 18 средних школ, полных средних школ. Именно при нем было открыто 6 вузов различного направления. И эти вузы готовили специалистов по всем отраслям науки и искусства. Это был и горный институт, это были и институт медицинский, это был зооветеринарный институт, Казахский университет, пединститут. Вот всесторонние виды образования, высшего образования, все это было открыто при Темирбеке. А если касаться искусства, при нем открылись театры, 19 театров русских и казахских. Впервые в истории и до сих пор единственный уйгурский театр, единственный тогда открылся немецкий театр, открылся татарский даже театр, украинский театр в Шымкенте. То есть при нем открылся кукольный театр, при нем открылся цирк, художественная галерея, казахская филармония. Перечислять можно много. Действительно, его деятельность заложила основу развития всех видов искусства и интеграции этих видов искусства, этого искусства в различные, ну, так сказать, учреждения, которые в это время открывались.
отдельно хочу подчеркнуть, что основу всей его многогранной деятельности заложил еще аульный мектеп. Ему очень повезло. Его первым учителем был Турмагомбет Истлеов, который сам по себе был поэт, переводчик, который знал много языков. И именно от него Темирбек, маленький еще Темирбек, изучил эти языки. Он в совершенстве знал 6 языков. И в это время он, когда в Алма-Ате был, все свободное время посвящал изучению английского. Он знал староузбекский, не просто узбекский. Он знал киргизский, он знал казахский, он знал фарси, персидский язык. И не просто знал, он писал все свои статьи в Ташкенте, он писал именно на узбекском языке. А когда в 1931 году он приехал в Самарканд участвовать в официальной церемонии снятия паранджи, он выступил на староузбекском языке, чем заслужил огромный авторитет у стариков. И тогда они разрешили женам, детям, женам, дочкам, дочерям, снохам снять паранджу. Тогда почти 400 женщин на площади сняли паранджу. Он участвовал в этом мероприятии, будучи народным комиссаром просвещения Узбекистана. Я хочу подчеркнуть, что все эти его действия, все эти его деятельность в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане заслуживает еще большего подробного архивного изучения. У нас сейчас есть проект, по которому мы хотим весной выехать в архивы Ташкента. Насчет Таджикистана это у нас в очереди стоит, но во всяком случае в Ташкенте мы хотим изучить тот период деятельности, который проходил в Ташкенте. С 1923 с поступления на учебу до 1933 больше 10 лет Темирбек Караевич жил, учился и работал в Ташкенте. Поэтому у нас очень много научных планов. Мы сейчас в дипломные работы, в магистерские диссертации, тем более в докторские, внедряем вопросы изучения жизни и деятельности Темирбека Жургенова с тем, чтобы дальнейшим студентам уже были какие-то результаты научных исследований. Научный аспект для нас сейчас очень важен, он стоит как самый главный, и поэтому вот это архивно-научное исследование мы будем продолжать. Бүгінгі көрмеміздің тақырыбын танып тұрсыздар, өйткені 31 мамыр айында біз ұлтымыздың ардақтыларын, еліміздің іргесін қалаған азаматтарды еске алу күні. Сондықтан осы тақырыпта Темірбек Қараұлы Жүргенов өнер академиясындағы бейнелеу өнер факультетінің кескіндеме мүсін және дизайн факультетінің ұстаздары мен студенттердің көрмелерімен таныстырып өтейін. Мұнда өздеріңіз көріп отырғандай Ахмет Байтұрсынов, мына жаңағы қазақтың ұлылары, үш арыс, Алаш арландары Шүкірбек Қанат Тоқтарұлының кескіндемелік шығармасын көріп отырсыздар. Осылы Алаштың ардақтыларының армандаған арманның іске асып жатқаны жайлы кескіндемесін көріп тұрсыздар. Енді айтуымыз керек, төбемізде шаңырағымыз қазақ болмысының, қазақ ұлтының көрінісі арқылы осы шаңырақтың астында өркендеп өскен еліміздің көрінісін көріп тұрсыздар. Соған осы еңселі елімізді қалыптасуына қатысқан Алаштың ардақтыларының портреттік бейнесін көріп тұрсыздар. Сонымен қатар біз мұнда ұстаздарымыз тек қана осы ұстаздарымыз ғана емес, шәкірттерімізді де баулаймыз. Темірбек Қараұлы Жүргенов атындағы ұлттық өнер академиясы болғандықтан портреттік бейнелерді біздің студенттеріміз бакалаврда, магистратурада өздерінің шығармашылық еңбектерінде қамтып тұрады. Таныстырып өтейін. Біз өздеріңіз көріп тұрғандай, Темірбек Қараұлы Жүргеновтың портреттік бейнесін Қорқыт Марина қызымыз сомдаған. Оның алдындағы түлектерімізден
дипломдық жұмыстарында үлкен еңселі Жұмақын Қайранбаевтың жетекшілігімен жасалған тамаша шығармаларымыз осы жаңағы Қызылорда өңірінде өткен іс-шараларда апарып мұражайға табыстадық. Осындай еңбектердің қатарында Омархан Құмар Әлихан Бөкейханның мынау қапастағы қапастың да оны жаңағы еңсесін түсірмеген өзінің адами ұлтына деген сүйіспеншілігін жоғалтпаған кейбін көріп тұрсыздар. Енді Жұмағұлов Мәлік ұстазымыз өзінің мынау бейнелеу өнердің түрлі мағына ұғымы болады. Мазмұнын ашу, мынау қараңыздар, ату жазасы атты кесімдемелік жұмысында ыдыстар арқылы сол заманның құмырасы, шынысы, болмысы қалай сынып кеткені көрінісін көріп тұрсыздар. Бұл сол заманның ұғымын басқа тұрғыда, натюрморттық тұрғыда ашып тұрғанын көресіздер. Мұнда Дүзелханов Ағымсалы профессорымыздың Жүргенов атты графикалық диптигін көріп тұрсыздар. Екі жұмысы, оның сол портреттік бейнесімен қосыла, сол заман көрінісі, сол тағдыр енді қасіреті дейміз бе, соның мазмұнын ашып жасаған графикалық жұмысын көріп отырсыздар. Оригиналды графика. Мұнда Қорқыт Маринаның линогравюрадағы портреттік Темірбек Қараұлы Жүргеновтың портреттік бейнесін ашқан жұмысын көріп отырсыздар. Екінші портреттік бейнесінде ұлт болашағының жаңғырып жеткізген тұстарын болжаған көресіздер. Композициялық шешімінде графика саласында оригиналды графика Дүзелханов Ағымсалы ағамыздың көшелерде Мақатаев көшесінен төменгі городская пригородная көше, қазір Жүргенов атындағы көше. Енді адам арман көп болады ғой, мектеп берсе деп. Мектепті бергізді. Ол ауылдан, елімізден мектептің атын берді, көшенің атын берді. Қызылордадан еңбегі Жарғақ құлағы жастыққа деген бәріміз жұмсайды. Мардан деген байділайды, Мардан деген кісі ағайындарымыз. Сол кісі бас болып, кішкі қарындасым Ғалия, сол шауып жүгіріп айтқан нәресі. Бегарстан деген Ақтөбенің жігіті. ғылыми конференциялар ұйымдастырып, Соның бәрін